10 сынып физика 3 тоқсанға арналған 1 бірінші суретте кедергінің мәндері 1 ом, 1 ом, 10 ом, 8 омға тең. Екінші суретте авометр кескінделген дейді. Вольтметрдің көрсетуін жазыңыз дейді. Астында вольтметрдің көрсетуі бізде қалай болады? Қараңыздар. Мынау вольтметр ортасындағы шкала. Енді мына жерде 0 мен 10-ның арасында 10 бөлік бар. Сонда әрбір бөлікке бір цифр сәйкес келеді. Яғни 10, 10-нан кейін мына бөлік 11, мынау стрелка тұрған жер бізде көртбұрыстар 12. Сонда біздің вольтметрдің көрсетуі 12 вольт болады. Ал енді біздегі VS жалпы кедергіні табыңыз дейді. Жалпы кедергі бізде R2 мен R3 параллель. Параллель деген сөз R23 тең болады 1 бөлінген R2 қосылған 1 бөлінген R3. Енді біз ең бірінші ортақ бөлім береміз. R2 деп отқанымыз 1-ге тең, қосамын 1 бөлінген R3 деп отқанымыз ол 10-ға тең болады. Ортақ бөлім 10-нан береміз. Мына жерде 10 кет, 10-ды 1-ге өтсек 10 болады, 10-ға қосамыз 1-ді, ол 11 болады. Ал енді осы жерден R23-іміз бізде ол тең болады 10 бөлінген 11-ға. Енді 10-ды 11-ге бөлейік. 0,9 10 болады екен. Ал енді бізде R жалпы ол қалай болады? Енді қараңыздар, бізде R1, мына жердегі R23 қосылған R4 бәрі тізбектей, бәрін қосамыз. Яғни R1 қосылған R23 қосылған R4. Яғни біздегі R1 деп отқанымыз 1-ге тең, оған қосамын R23 0,9-ға тең, оған қосамын біздегі R4 ол 8-ге тең болады. Сонда 1,9-ға қосамыз 8-ді, ол бізде 9-да 9 Ом болады. Ал енді амперметрдің көрсетуін табайық. Амперметр бізде мына жерде қараңыздар, 2 деп тұр. Мынаның арасында 10 бөлік бар. Енді 2-ні 10-ға бөлетін болсақ, ол бізде әр бөлік 0,2-ге тең болады. Сонда мына жерде амперметрдің көрсетуі бізде 2,2, 2,4. Амперметрдің көрсетуі 2-де 4 болып тұр. Яғни біздегі С-да амперметрдің көрсетуі 2,4 ампер болады. Кет келесі. Тоқ көзі кедергісі 1,8 Ом сыммен тұйықталғанда тізбектегі тоқ 0,7 ампер болады. Ал осы тоқ көзінің кедергісі 2,3 Ом сыммен тұйықтасақ, онда тоқ күші 0,65 ампер болады. Тоқ көзінің ішкі кедергісін анықтаңыз дейді. Ең бірінші бізде асы ішкі кедергіні қалай анықтаймыз? Ең бірінші бізде жалпы толық тізбек үшін Ом заңы былай болады. I тең E R плюс R болады. Сонда біздегі I1 деп отқанымыз ол E R1 қосылған R болады. Ал енді біздегі I2 деп отқанымыз ол E R2 қосылған R болады. Бұл кезде екі жағдай үшінде электр қозғаушы күштері бірдей болады. Яғни мына жерден қазір біз электр қозғаушы күшін табатын болсақ, ол мына жерде I1 R1 қосылған R болады. Мына біріншісіндегі электр қозғаушы күшімен осыны екіншісіндегі электр қозғаушы күшімен теңестіремін. I2 R2 қосылған R болады. Енді біздегі I1 деп отқанымыз 0,7, біздегі R1 деп отқанымыз 1,8 қосылған R. Ал енді I2 деп отқанымыз ол 0,65, R2 деп отқанымыз 2,3 қосылған R болады. Енді есептейміз. Сондағы біздің ішкі кедергіміз 4,7 Ом болады. Келесі В. Тоқ көзінің электр қозғаушы күшін есептеңіз. Біздегі электр қозғаушы күшін қалай табамыз? Кез келген біреуінен электр қозғаушы күшін табылсақ жеткілікті. Мен мынау I1-ді аламын. E тең болады I1 R1 қосылған R болады. Енді осы жерден E тең болады I1 деп жатқанымыз ол 0,7, R деп отқанымыз ол менде 1,8,
оған қосамын 4,7-ні. Енді есептейміз. 4,55 вольт болады екен. Келесі қозғалтқыштың тарту күші 25 кН және пәгі 90% болатын трамвай 10 метр секунд жылдамдықпен бір қалыпты қозғалады. Желіде кернеу 550 вольт болса дейді. Трамвайдың пайдалы қуатын анықтаңыз деген. Біздегі пайдалы қуат П пайдалы ол тарту күші мен жылдамдықтың көбейтіндісі болады. Біздегі тарту күшіміз 25 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, 10-мен көбейтемін 10-ға. Бізде 25 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі ватт болады. Келесі трамвайдың толық қуатын анықтаңыз. Біздегі толық қуат пәк бойынша анықталады. Пәк деп отқанымыз ол пайдалы қуатты толық қуатқа бөліп, біздегі 100%-ға көбейткен кетен ғой. Енді осы жерден біз өзімізге керек нәрсе толық қуатымыз ол пайдалы қуатты 100%-ға көбейтеміз да, оны пәкке бөлеміз. Біздің пайдалы қуатымыз 25 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі, оны көбейтемін 100 дегеніме 10-ның 2 дәрежесі деп алам, ал пәгіміз бізде 90% болды. Енді есептейміз. Ол менде 27,7 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі ватт болады. Келесі бізде трамвай электр желіден тұтынатын ток күшін анықтаңыз деген. Жалпы трамвайдың электр желісінен тұтынатын ток күші ол бізде П толық қуатымыз ол I мен U-дың көбейтіндісіне тең болды ғой. Осы жерден біз I-ды табатын болсақ, ол толық қуатты U-ға бөлгенге тең болады. Біздегі толық қуатымыз 27,7 10-ның 4 дәрежесі, оны бөлемін U деп отқанымыз ол 550. Енді есептейміз. 503 ампер болады екен. Келесі д-сы бізде желідегі кедергіні анықтаңыз деген. Бізде кедергі қандай? Кедергі деп отқанымыз ол кернеудің ток күшіне бөлінісіне тең болады. Біздегі кернеуіміз 550, оны бөлемін 503-ке. Енді есептейміз. 1,09 Ом болады екен. Осымен менің видео сабағым аяқталды. Егер видео сабақ ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, қоңырау жасын басып қой. Осы видео сабақ достарыңа тарат.